көрерmендер, мен бүгін сіздерге сәнді сылақ, яғни Леонардоны қалай жағуды көрсететін болам. Ол үшін бізге дайын Леонардомызды миксердің көмегімен араластырып аламыз. Dayım Leonardоны араластырып алдық. Енді осыны қабырғаға, дайын қабырғаға қалай жабу керек, соны көрсететін боламын. Енді бұны дайын қабырғаға жабу үшін бізге мынандай саймандар керек. Қабырғаға Leonardомызды жағамыз. Жағып алғаннан кейін мынандай арнайы гүл шығаратын сайманымен гүлін шығарамыз. Сәнді сылақты осылай гүлін шығарамыз. Құрметті көрермендер, сәнді сылағымыз дайын болды. Кеп тұрып алдық, енді осының үстіне арнайы лагын жағатын боламыз. Leonardомыздың ондай арнайы kutuda üstünde лагын alıp aralastırıyoruz. Yaxşılап aralastırıp alamız. Қажет болса су қосамыз қажетінше.
Sandı silahımızın üstüneyiz. Birkelik silah шығамыз. Silah. Mындай резинка шпательмен тартып шығамыз. Етінен үштік тартып шығамыз. Неге құрметті көрермендер, сәнді сылағымыздың бетіне лагымызды жағып шықтық. Көрініс осындай болады. Видео ұнаса лайк басып каналыма тіркеліп кетіңіздер.